Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Арман Қуанышбаев. Microsoft'та еден сыпырушы болар едім. Бір қарапайым уақиға бір жігіт айтады. Бір күні Араб еліне бардым. Арабтың жігіті Америкаға бардым дейді. Елімде тіршілік ете алмадым, солай қарай көшіп кеттім. Бірақ жұмыс іздедім. Жұмыс таба алмаймын. Содан нәсіп етті ма, тұрып жатқан үйімнің жанында Microsoft деген үлкен компания бар еді дейді. Соған бардым дейді. Бардым. Қайдансың? Осы жақтанмын. Не істейсің? Осындай мені жұмысқа алсаңыз, әйтеуір. Кім болып жұмыс істейсің? Білмеймін. Еден сыпырушымын. Болды. Еден сыпыруға жұмыс аламыз. Келіңіз, мынау анкета толтырыңыз деді дейді. Есімімді жаздым, әкемнің есімін, бәрін жазып келе жатырмын. Астында бір қатар сөз тұр дейді. Сіздің емейліңіз. Электронный адрес деп айтамыз ғой, Емейл. Менде ондай жоқ дейді. Жазбай өтіп кеттім. Анкетамды тексеріп жатып, емейліңіз бар ма деді дейді. Жоқ деді дейді. Кешіріңіз. Сіз өткен ғасырдың адамысыз. Жаңа ғасырда сіздің емейліңіз болу керек. Мүмкін емес қой. Сонда компьютер білмейсіз бе? Отырып көрмеппін алдына. Онда кешіріңіз, біз сізді жұмысқа ала алмаймыз. Жұмыссыз қалдым дейді. Еден сыпырушы. Соған емейл керек екен. Содан басым салбырады. Бірақ жүрегімде от жанып тұр дейді. Сонда мен мынандай ер жігіт болып жұмыс таба алмасам, қалай бұл деп, сол ойменен дүкенге бардым. Сөйтсем, дүкенде бір қорапта помидор сатылады екен дейді. Ішінде 12 помидор бар. Қалтамда $10. Мынау қанша десем $10 деді дейді. Сатып алдым дейді. Сөйтіп сол помидорды $1 жеке-жеке саттым дейді. $12 болады да, $10 үстіне $2 пайда қылдым дейді. Ертеңіне қайтып келіп тағалдым. Арғыны қайтып келіп тағалдым. Сөйтіп бірнеше қораптап алатын болдым. Таныс боп қалды, алатын адамдар, неге бір помидор ап келесің? Бірнешеуін әкел дейтін болды. 2 жыл, 3 жылдан кейін өзімнің дүкенім болды дейді. Көкөніс сататын. Тағы бір 2 жылдан кейін үлкен компания аштым. Көкөніс таситын компания аштым дейді. Сол компанияда отырсам, екінші бір компанияның бастығы келіп, сізбен жеке танысайшы деп алдыма келді дейді. Екеміз жылы сұхбаттастық, сөйлестік. Сонан соң әлгі кісі айтты дейді. Жақсы таныс боп қалдық, сіздің емейліңізді алсам бола ма деді дейді. Мен сосын кешіріңіз, менде емейл жоқ дедім дейді. Сосын әлгі кісі таң қалды дейді. Сізде емейл жоқ па? Жоқ деді дейді. Емейліңіз болса, сонда не тереді десе, күлдім дейді. Егер менің емейлім болса, мен Microsoft'та еден сыпырушы болатын едім деп айтты.